жүз қасқыр. Қаланың тұрғыны Мұса ауылдағы туыстарына барып қайтуға жиналады. Қаладан шыққан ол ауыл арасындағы жолмен тауға қарай бет түзейді. Хош иісті гүлдер, жарқыраған күн, сайраған құстар Мұсаның көңіл күйін көтерді. Көңілі көтеріліп, жол бойы әндетіп келе жатты. Көп ұзамай биік ағаштармен көмкерілген тау бөктеріне көтеріле бастайды. Қарағай мен шыршалардың тығыз өскені сонша жарқырап тұрған күннің шуағына қарамастан ымырт тез басады. Бойын қорқыныш билеген Мұса жан-жағына алақтап қорқа бастады. Жыбырлаған тірі жан жоқ, не пана болар баспана жоқ. Аспанда тек гүлдеген жел ағаштардың бастарын ақырын ғана шайқайды. Мұсаның бойын қорқыныш сезімі билеп алды. Біраз жүрген соң бар күшін салып жүгіре бастады. Қатты жүгіргені сонша алқынып кетті, тіпті артына қарауға қорықты. Сол жүгіргеннен жүгіріп, отырып, жазық көк шалғынға бірақ шығады. Жан-жағына қараса, баяғы күн жарқырап, гүлдер түрленіп, көбелектер қанат қағып ұшып жүр. Бірақ өз-өзіне келе алмаған Мұсаның аяқ-қолы әлі де діріл қағып тұр. Бір кезде шалғыннан бір шаруаны көреді. Зұлымның қолынан қашып шыққандай бозарып, қалтырап, демін әрең алып тұрған Мұсаны көріп, «Досым, саған не болды?» деп, «Бір бәлеге ұшырағаннан саумысың?» деп сұрайды. Айтатын несі бар? Әлі өз-өзіме келе алар емеспін. Басымнан сұмдық бір қорқынышты жайтты өткіздім. Қалай құтылғанымды өзім де білмеймін. Бүгін қайта туғандаймын. Солай ма? Ал жарайды, бәрі артта қалды. Енді не болған дұрыстап айтып берші, кімнен қорықтың? Дейді. Әй, мейірімді жан, оны қалай жеткізем? Бұны бастан өткізу керек. Қандай қауіптен қашқанымды есіме алсам, жүрегім жарылардай, көріп тұрғаныңдай өне бойым қалтырап тұр. Сен қалтырамай, барлығын ретімен айтшы, не көрдің, не естідің? Есіме түсірсем, әлі күнге дейін денем түршігеді. Өлім аузынан қалдым ғой. Жыртқыш аңдар мені жеп қоя жаздады. Туыстарым да, әйелім мен бала-шағам менің қалай қайда өлгенімді білмей қалар еді. Адамдарға еш пайда әкелмей, майсыз шырақтай сөнер едім, деп Мұса қапаланып, шошып қалғаны сонша солқылдап, жылап жіберді. Артыңнан қандай аң қуды, Құдай үшін айтшы. Сен әлі түсінбей тұрсың ба? Орманда тірі пенде жоқ, жалғыз өзім, айнала тас қараңғы, сайрайтын құс та жоқ. Сәлден кейін бірдеңе сыбдырлап, қытырлай бастады. Бүкіл орман улып, ақыра бастады. Мен артыма бұрылып қарасам, үлкен бір топ қасқыр, саны шексіз. Ашулы 100 қасқыр артымнан қуды. Неткен үлкен еді олар, үлкендігі тіпті аюдай болатын. Сен неге ойдан құрастырып тұрсың? Біздің аймақта 100 қасқырдың үйірін қайдан көрдің? Менің ойымша сен алданып тұрсың. Досым, қорыққаннан көзіңе қос көрінген ғой. Мен қалай алданамын? Бір топ қасқырды көрдім. 100 болмаса да 50-і нақты бар. Мен олардан қалай қашып құтылдым? Мен саған сенбеймін. Осы орман арқылы біз күн сайын қалаға барамыз. 50 қасқыр, бұл әңгімеңді жұртқа айтушы болма. Әйтпесе мұныңа жұрт сенбей күлкіге қалатын боласың. Сен неге менің сөзіме сенбейсің? Жарайды, 50 емес 25 болды. Осы 25 деп нақты айтамын. 25. Досым-ау, мен осы маңдағы ауылда өскенмін. Орманды ұзыннан да, көлденең де толық аралап, отын шауып, қой баққанмын. Менің атам, арғы атам осында тұрған. Бірақ ешкімнен орманда 25 қасқырдың тобы болғанын естіген емеспін. Тағы да ойланып көрші, мүмкін саған елестеген болар. Елестеген болар? Олай айтуға қалай аузың барады?
Сенің ойыңша ол жерде тіпті 12 қасқыр да болған жоқ па? Әрине болған жоқ. Ең болмағанда бір қасқыр ше? Келіспеймін. Саған не айтарымды да білмеймін. Мен тек орманда шулаған дыбыстар естілгенін, не болғанын өзімде ұқпаймын. Ержүрек Мұса бірте-бірте өзіне келе бастап тынышталды. Жаңағы шаруа екеуі тасқа ыңғайланып отырып сөйлесті. Содан екеуі қоштасып өз жөндеріне кетті.